Сәлеметсіздер ме, құрметті курс тыңдаушылар мен студенттер? Алдарыңызға функционалдық бағдарлама курсын ұсынамын. Бұл курс дәрістер сабағы болмақ. Курс авторы Абылқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің оқытушысы, техника ғылым магистрі Кисна Мира Қайыржанқызы. Дәріс жоспары: бағдарламау жүйесінің құрамы, бағдарлама процесінің кезеңдері, бағдарламаудың автоматтандыру негізгі тәсілдері, бағдарламаны жөндеу процесі. Жалпы бағдарламау жүйесі компьютердің бағдарламалық қамтамасының құрамына жатады, және ол бағдарламаларды жасау және оларды жөндеу жұмыстарын автоматтандыруды қамтамасыз ететін құралдардың жиыны болып табылады. Бағдарламау жүйесінің құрамы мына төмендегі схема бойынша бейнеленген. Бірінші, бағдарламау жүйесі, одан кейін бағдарламау тілдері, бағдарламалық тілдердің трансляторы, яғни оның ішіне ансамблер, компилятор, интерпретатор кіреді. Одан кейін бағыныңқы бағдарламау кітапханасы, құрастырушы және ең соңғы жөндеуші. Жалпы бағдарлама процесінің кезеңдері 3 кезеңге бөлінеді. Есепті шешудің алгоритмін құру, бағдарлама құру, жасалған бағдарламаны тексеру болып табылады. Бағдарлама құрудағы қиындық адамның тек машина тілінде ғана бағдарлама жасауына байланысты болады. Компьютерді пайдаланудың алғашқы жылдарында әртүрлі компьютерлердің пайда болуы бұл қиындықты тереңдетіп жібереді. Сондықтан нәтижесінде бір компьютерге арнап жасаған бағдарламаны басқа компьютерге пайдалануға болмайтын болды. Бұл алгоритмнің өзінен әр түрлі компьютерлерде орындау үшін әрқайсысына жеке-жеке бағдарлама құруға мәжбүр етіп жұмысты қиындатып жіберді. Барлық осы аталған қиыншылықтар бағдарламалар жасаудағы атқарылатын жұмыстарды мейлінше ықшамдап қысқарту мәселесін күн тәртібіне қояды. Бұл мәселені шешу бағдарламау процесін автоматтандыруды, яғни компьютердің өзін бағдарламау жасауға немесе бағдарламауға байланысты таза техникалық жұмыстар атқаруға пайдалануды талап етеді. Автоматтандыру бағдарлама жасаушы мамандардың жұмысын жеңілдетуді, оны жасауда кететін қателіктердің санын азайтуды, ең соңында есептің қойылуынан бастап нәтиже алғанға дейін кететін уақытты қысқарту, тиімді пайдалануды көздейді. Бағдарламауда автоматтандырудың негізгі тәсілдері, ең көп тараған негізгі тәсілдері мыналар жатады. Қолмен бағдарламауды жеке жұмыстарын автоматтандыру тәсілдері, бағыныңқы бағдарламау кітапханасын құру, бағдарламаудың әртүрлі тілдерін пайдалану. Қолмен бағдарламаудың жеке жұмыстарын автоматтандыру тәсілдері, қолмен бағдарламаудағы жұмыстарды автоматтандыруда жұмыс бағдарламаларын түзетуді негізге назарда ұстау қажет. Қазіргі кезде бағдарламаның дұрыстығын тексеру үшін жоғарыда айтқандай тест тәсілі кеңінен қолданылады. Тест тәсілі бойынша жауаптарды алдын ала белгілі есептердің бірнеше нұсқасы компьютерде құрылған бағдарламаны пайдаланып шығарылады. Алынған нәтижелер алдын ала белгілі жауаптармен салыстырылады. Ол жауаптар біріне-бірі сәйкес келмесе, онда бағдарламада қателік кеткен болып шығады. Бағдарламаны жөндеу процесі бірнеше әмбебап жөндеуші бағдарламауды жасау және компьютердің өзін пайдалану арқылы автоматтандырылады. Бұл бағдарламалар командалардың қалай орындалып жатқандығын туралы ақпаратты баспаға бере отырып, жөнделіп жатқан
бағдарламаның кез келген бөлігінің жұмысын қадағалап бақылауға мүмкіндік береді. Бағдарламаны автоматты түрде жөндеуде бағдарламаушыны қызықтыратын барлық ақпарат құжатқа жазылады. Соның арқасында ол компьютерді пайдаланбақ, есептің компьютерді шешілу процесін дұрыстығын бақылай алады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.